және сен оқушылар өзіміздің кезекті комиссарымыз 5-ші қараша полиция көтермесінде қызметі комиссарымыз тақырыбы жеке тәуелсіздік тәрбие деп аталады. Комиссарымызды бастайды. Комиссарымыздың мақсаты тәуелсіз еліміздің ең бірінші айрықша белгісі теңгенің шығу тарихымен дизайн ерекшелігін тереңірек таныстыру. Туған жеріне отанына сүйіспеншілігін ояту. Оқушылардың бұл сабағымызды жақсы көңіл-күймен байланысты бастау үшін сіздерге тілеріміз деген шағын тренингті алып келіп отырмын. Бірінші, қасымыздағы достарымызбен бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлау үшін тілектерімізді айтайық. Мен саған тілерім, сізге достық. Мен саған тәрбие, жат. Саған беремін, достық. Мен саған беремін. Мен сендерге қазір сендерге үрейі жоқ деген әдіс алып бердім. Яғни жақсы жұмыс жасаған адамға ақшалай сыйлығымыз бар. Осының ішінен таңдаймыз, білім қоржынымызға қанша теңге саламыз, соны қарап айта қояйық. Не үшін осы ақшаны алып түсемін? Мысалы таңдаймыз. Қанша теңге аламын есептеуін тұршымыз. 20 мың. Осы 20 мың теңге алғанға өзің ризасың ба? Өйткені өте жақсы не істедің? Жұмыс орындадың. Жақсы, біреуін